Баубек Бұлқышев, ақын, жазушы. 1916 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданында дүниеге келген. 1944 жылы Украинада дүниеден озды. Шығармаларын қазақ, орыс тілдерінде жазды. Найман тайпасының бағаналы руының Жылкелді бөлімінен шыққан. 1932-1934 жылдары Қарсақбайдағы ФЗО мектебін бітірген. Алматы сауда қаржы техникумында оқып жүріп, көптеген өлеңдер жазды. Балалық шақ поэмасын, ауылдан Алматыға атты әңгімесін жазған. 1939 жылы Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінде әдеби қызмет атқарды. Қазақстан пионері, қазіргі Ұлан газетінде бөлім меңгерушісі болды. 1940 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылды да Мәскеу әскери училищесінде оқыды. Ұлы Отан соғыс майдандарындағы ұрыстардағы алғашқы күндерден бастап қатысты. Оның соғыстағы отаншылдық ерлігі ата дәстүрінің жалғасы іспетті. Баубектің әкесі Бұлқыш Иманов басқарған ұлт азаттық қозғалысына белсенді қатысқан. Ата дәстүріне берік жалынды көсем сөз шебері, ержүрек жауынгер, Мәскеуді қорғау, Украинаны азат ету шайқастарына бел ортасында болды. 1944 жылы бас кезінде майданда қаһармандықпен қаза тапты. Көптеген өлеңдер жазып, республика баспасөзінде жариялады. Оның Алматы менің туған қалам деген бітпей қалған романы, Айсұлу, балалық шақ деген поэмасы бар. Ауылдан Алматыға атты әңгімесін жазды. Бұлқышевтың шығармашылықтарына Ұлы Отан соғысының ауыр сын сағаттарында ерекше көрінді. 1942 жылы 1 мамырда Комсомольская правда газетінде Бұлқышевтың өмір мен өлім туралы жас қазақ әскерінің хаты деген өршіл отаншыл мақаласы жарық көрді. Соғыс кезінде жазған шығармаларының дені Комсомольская правда газетінде жарияланды. Я хочу жить, коварство и любовь, письма сыну Востока, слушай Кавказ және тағы да басқа мақалаларын көрнекті жазушы Ғабит Мүсірепов қазақ тіліне аударып, Республика, Социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінде жариялады. Бұлқышев шығармалары әдеби жинақтарда 1946 жылы Жизнь солдата, 1968 жылы Есімізде қанды майдан жорықтары кітабы басылып, жеке кітап болып жарық көрді.